Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шахановқа тиіспеңіздерші. Әлеуметтік желіде белсенді Диас Нұрақын өз жазбасында былай деп бөлісті. Басқамызды түтіп жеп, басымызға шаптырып, әлемдегі ең харам айуандардың бәріне теңей беріңіздер, бірақ Шахановқа тиіспеңіздерші өтініш. Мұхтар ағамыз қылышынан қан тамып тұрған кеңестік кезеңде Мәскеуге барып, желтоқсан оқиғасы туралы ащы шындықты қасқайып тұрып айтқан адам. Сол кезде сескенбеген ақын 80-нен асқан шағында жалтақ болып қалды дегенге сенбеймін. Атақ даңқ алу үшін жағымпазданып жатыр деуге де асылдық. Дүниенің ақшасы мен темір терсектің бәрін берсең де бәрібір ол кісіге. Аурумен алысып, жүзі солғын тартқаны көрініп тұр ғой. Мұхтар Шахановқа қазір денсаулықтан басқа дым керек емес, ал Конституция жобасын да, Тоқаевты да қолдаймын деген сөз үшін сүйегін кеміріп, қарғап-сілеудің қажеті жоқ. Расымен қазіргі Қазақстан, қазіргі саяси бағыт ұнайтын шығар ол кісіге. 20 миллион халықтың бәрі бірдей қарсы болуы шарт емес. Әркімнің пікірін, ұстанымын сыйлап үйренейік. Сендерге салса Шаханов билікті сынағанда жақсы, қолдағанда жаман екен ғой. Қазақ үшін қаймықпаған қайраткерге тіл тигізбес бұрын айнаға бір қарап көріңдер. Туфли жалағыштар деген тіркесімен-ақ талайдың маскасын сыпырып тастаған Шахановты сынауға дәл біздің моральдық құқығымыз жоқ, дейді Диас Нұрақын. Расында бір кездері кеңестің қан тамып тұрған империялы билігіне қарсы шыққан Шахановтың ерлігін ел ұмыта қоймаған болар. Бүгінгі таңда жасы 80-нен асқан қартты және қазақтың маңдайына біткен осындай ұлы ақынды мазақ етіп, оны қарғап-сілеудің қажеті жоқ деп санаймыз. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.